Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше дастархандарыңызды ашатын, кез келген қонақтарыңыздың алдына қоятын, өте жеңіл әрі жасалу оңай салатпен бөлісетін боламын. Видеомды толықтай соңына дейін қарап кетіңіздер. Қажетті заттар: аршылған шикі картоп, пекин капустасы, майонез, горох, қайнатылған жұмыртқа, помидор, сарымсақ, сыр және қияр қажет болады. Ең алдымен картоптарымызды осылай корей тұйырқысынан ұзынша етіп барлығын өткізіп аламыз. Дайын болған картопымызды 1-2 рет салқын сумен жақсылап жуып жібереміз. Қағаз майлықтарымыздың үстіне жайып, кептіріп алатын боламыз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осылай үстінен қағаз майлықтың көмегіменен баса отырып, кептіріп аламыз. Енді қазанымызды отқа қойып, май құямыз. Орташа қойып қоямыз. Қызып тұрған майда жақсылап аз-аздан сала отырып, екі бетін аударып, қызартып, қуырып аламыз. Осыменен картошка пайларымыз дайын болады. Ешқандай тұз сеппейсіздер. Енді салатымызды турауға кірісетін боламыз. Жұмыртқамызды осылай ортасынан бөліп, ұзынша етіп, барлығын турап аласыздар. Шоңғыл ыдысымызға саламыз, салатымызды араластыратын. Қызанақтарымызды дәл солай ұзынша формада, жіңішке ұзынша формада бәркелкі етіп турап аласыздар. Қиярларымызды да дәл солай араларын кесіп, ұзынша етіп турап аласыздар. Келесі кезекте капустамызды да дәл солай турап шығамыз. Сіздер жай капуста қоссаңыздар да болады. Пекин капустасын қосу міндетті емес. Жай капуста қосып, жасай берсеңіздер де болады. Сарымсағымызды да осылай үккіштен өткізіп жібереміз. Немесе майдалап турап жіберсеңіздер болады. Енді жасыл бұршағымызды саламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім достар. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпенен менде үлкен 2 тарелка шықты. Үстінен картошка пайымызды саламыз. Майонезімізді қосамыз. Бәркелкі болғанша араластырып аламыз. Және дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Көп тұз салмаңыздар. Шым-шым ғана тұз салсаңыздар жеткілікті болады. Өйткені майонезіміздің өзінің қышқыл дәмі шығатын болады. Енді сырымызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сонымен салаттарымыз дайын болды. Мен тарелкамызда осылай салат жапырағын жайып шықтым. Міндетті емес, ол әдемілік үшін. Салаттарымызды салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай және қолжетімді заттардан тұрады салатымыз. Өте тойымды салат. Отбасыларымызға ұнайтынына сенімдімін. 100%. Міндетті түрде жасап, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осылай үстіне сырымызды сеуіп, дайын салатымыз үстіне және горохымызды әдемілік үшін осылай жасап қойдым. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видеомды ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және
арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Менің арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын керемет рецепттер бар. Сау болыңыздар.